мына Меккенің ар жақ сыртында алыс жерде енді Хатим деген кісі өмір сүрген екен. Жағдай жоқ, 3 қызы бар. Сөйтіп қажылыққа ақша жинайды екен жаңа кісі. Бірақ не істейді? Ақшасы тамақтан, киім-кешектен, бала-шағасынан артылмай қалады екен. Бір күні ақшасы жинап келсе, ақшасын қажылыққа жететін ақша бар екен. Бала-шағасын кешкі асқа жинап айтады ғой әйел бала-шағасына: мен мына қажылыққа баратын ақша болып тұр, сендерге азық-түлікке қалдыратын ақша қаражат кішкене аздау болып тұр, сендер не дейсіңдер деп. Сонда әйелі басын түсірген дейді. Жаңағы үлкен екі қыздары да басын түсірген дейді. Неге? Өйткені әкесі асырап атқан, әкесі жұмыс жасап атқан. Ол уақытта енді қазірдегідей әйел адамдар дүние таппайды ғой. Сөйтіп кішкентай қызы тақуа екен де, жаңағы діндар екен. 7 жасар дейді. Әке дейді, рызық беруші Алла емес пе дейді. Иә дейді. Онда Аллаға бізді қалдырыңыз да кете беріңіз дейді. Жарайды дейді да тәуекел етіп, аз ғана азық-түлігін қалдырып, жаңа кісі қажылыққа кетеді ғой. Bir gün болады, 2 күн болады, 3 күн болады, бір күн азық-түлік таусылады. Үйде настроение жоқ. Анасы анаған ұрсады, бәрі жабылып, ана кішкентай қызға зекиді екен де, сенсің кінәлі, сен айтқан. Сонда және кішкентай қыз айтады екен: "Абуна разақ, ам акил ризқ." Біздің әкеміз ризық беруші ма, жоқ әлде ризық жеуші ма деп айтады дейді. Ризығымызға ортақтасатын ризық жеуші кетті да, ризық беруші Алла қалмады ма дейді. Қандай сенім болу керек? Сөйтіп жаңағы елді мекенде бір патша болған екен. Сол пәлен жақтан аңшылыққа шығып, аң таба алмай, шөлдеп, тамақтары таусылып, артқа қайтып келе жатыр дейді. Ана құдыққа барады, су жоқ. Алла Тағала құдықтағы сулардың бәрін тартылып тастаған ғой. Мына құдыққа барады, су жоқ. Сөйтсе бір үй көрінеді дейді. Әскер келіп жаңағы мынау кімнің үйі деп сұраса, жаңағы қыз айтады дейді: "Бұл Хатимнің үйі" деп. "Әкең қайда?" "Әкем қажылыққа кеткен. Бізге тіске басар бірдеңке бар ма, бересіңдер ма?" деп. Соны айтады дейді: "Аллахи, үйде ештеңке жоқ" дейді жейтін. "Әкелерің қалдырмады ма?" дейді. "Әкеміз бізді Алла Тағалаға тапсырып тәуекел етіп кеткен" дейді. "Ішетін су бар ма?" десе, "Жоқ, жоқ" деп айтады дейді. Сөйтсе соңғы су қалған екен жаңағы қыз балада. Соңғы суын анасы үйдегі соңғы құрмаларды езіп 3 қызына бөліп берген екен. Мынау соңғы су, соңғы не, бұдан кейін менен ештеңке сұрамаңдар, обалдарың болса әкелеріңе болсын дегенде. Сонда 2 қыз бермегенде ана кішкентай қыз өзінің соңғы суын беріп жіберген екен. Әлгі әскер шауып келіп патшаға береді. Патша енді қанша күн тамақ ішпеген, шөлдеп қалған, ана құрма араласқан суды, бізде айтқанда компот қой, енді морс қой, ішіп қалған кезде бір рахаттанады ғой. "Шақырыңдар мынаның үйдің иесін, бір марапаттайын" дейді ғой. Сөйтсе айтады: "Ол үйдің иесі Хатим қажылыққа кеткен екен, бала-шағасы қалған екен. Үйінде не іске басар тамақ ештеңке жоқ, су да жоқ, соңғы суын сізге берді ғой я. Мамандардың әміршісі" дейді ғой. Сонда патша таң қалған екен. Сөйтіп шапан белдігін шешкен дейді. Патшаның белдігін білесіздер ғой, қанша тұратын? Иә? Белдігін шешіп, шапанын жерге төсеген дейді. Сөйткенде белдігін тастаған, шапанын тастаған. "Кім мені сыйласа, менің ісімді қайталасын" деп. Сонда жаңағы алтын күмістердің бәрі кеткен ғой ана шапанға. Патшаға жағымпаздар бар емес пе? 2 есе тастаған ғой, көрсетіп тұрып. Сонда 4 жағынан 4 әскер әзер көтерді деген ғой жаңағы шапанды. Алтын күмісті әкеліп жаңағы Хатимнің есік алдынан, шарбағынан, қашасынан лақтырған ғой ішке қартай. Сөйтсе анасы мен әпкелері қуанып жатыр дейді да, күліп. Сөйтсе жаңағы қыз жылап жатыр екен. "Ей, не қылып жылап жатсың? Болды, біз байып кеттік қой" деп. Сонда айтады: "Мен сендерге айтпадым ба? Рызық жеуші кетті да, рызық беруші қалды деп айтпадым ба" деп. Көрдіңіз ба? Егер де иманыңыз шынайы болатын болса, умра мен умраның арасы күнәлар кешіріледі деген. Умра мен умраны қайталап жасай беретін адам деген умраны умраға ілестіріп, кедейлік көрмейді деген. Оған шынайы сенім болатын болса, Алла Тағала істейді, және секілді бір сәтте байытып жіберген екен.